Әр жас журналистің жүрегінде өзі шабыт алатын бір нар тұлға болады. Кімнің сөзінен, кімнің болмысынан, кімнің тектілігінен қуат алатын сұраса, әркімнің жауабы әртүрлі. Ал бұл сұрақты маған қойған кезде мен мүлтікпей, ойланып та тұрмай бір ғана есімді айттым. Ол Бейсен Құранбек. Өйткені ол журналист қана емес, адамдықтың, парасаттың биігіне көтерілген тұлға. Бейсен Құранбек сөздің шын мәнінде күшті екенін дәлелдеген журналист. Ол ақпаратты тек жеткізуші ғана емес, қоғамдағы әділдіктің, шындықтың қорғаушысы. Бейсен ағамыз халықтың сөзін сөйлеп, мәселесін шынайы жеткізді. Айтуға оңай, қарекет сияқты бағдарламалары мыңдаған адамның тағдырына үміт сыйлады. Ол дауыс көтермей, шындықты ауыртпай жеткізген, әр адамға құрметпен қараған жан еді. Журналистика үшін жұмыс деген жоқ, халық үшін еңбек етті. Мен Бейсен ағаны тектілік үшін құрметтеймін. Сабырлы болмысы, мәдениетті сөйлеуі, ешкімді ренжітпей мәселені айтуы мен үшін үлкен мектеп. Ол экранда ғана емес, өмірде де шын адам болған, өзін көрсетпей елдің жүгін көтерген, өзінің атағын емес, елдің жағдайын ойлаған. Сондықтан Бейсен аға мені ең көп шабыттандырған тұлға. Сонымен қатар Бейсен ағам менің үлкен Киелі Кербұлақ ауданының тумасы. Бұл мен үшін үлкен қуаныш, әрі шабыттанудың тағы бір себебі. Бейсен ағам мықты журналист ретінде маған жақсы сөйлеу өнер, ал жақсы болу міндет екенін үйретті. Адамдықты сақтап жүру, өз ісіне адал болу және ең бастысы нәтижеге жауап беру. Бейсен ағамыз жайлы жазылған «Парасат биігі» кітабындағы мына бір сөз мені терең ойландырды. Маған тек бір ғана нәрсе керек. Әркім өзінің нәтижесіне жауап берсе болды. Міне осы сөйлем маған ерекше әсер етті. Өйткені еңбек айқаймен емес, нәтиженің өзімен көрінеді. Адамның тектілігі оның жұмысындағы жауапкершілігінен, өз ісінің адалдығынан байқалады. Сол үшін мен Бейсен ағаны құрметтеймін. Ол ешкімді қадағалап, ешкімді бақылап әуре болмаған. Тек әр адамнан шынайы нәтиже күткен, өзінен де, өзгеден де. Мен де осы қағиданы өміріме алғым келеді. Не істесем де нәтижесін таза, тиянақты етіп шығару, өзімнің ісіме өзім жауап беру және жақсы адам болуға талпыну. Сол үшін мен үшін Бейсен Құранбек тектілік пен парасаттың символы. Оның бір ғана сөзі бүтін бір бақыт береді.